өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының филиалы Ақтөбе облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институт жоспарына сай мектепке дейінгі тәрбие және бастауыш білім кафедрасы жаңа білімге заманауи көзқарас тақырыбында облыстық педагогикалық байқау ұйымдастырды. Байқаудың мақсаты педагогтердің білім беру үдерісінде білім мазмұнын жаңарту кезеңіндегі инновациялық педагогикалық тәжірибелерін жетілдіру және смарт технологиялар белсенді пайдалану мен ынталандыруға бағытталған. Байқау 3 кезеңнен тұрды. Бірінші кезеңінде мұғалімдердің бейне сабақтары қабылданды. Екінші кезеңінде экспорттық комиссия байқауға ұсынылған жұмыстарды сараптамадан өткізді. Байқаудың 3-ші кезеңінде мұғалімдер шебер класс шеруінде тәжірибелерін ортаға салды. Байқауға қатысушылар біліктілікті арттыру курстар бағдарламасының өзектілігін, жастарды жылдам өзгеріп жатқан әлемде өзіне сенімді және табысты болуға мүмкіндік беретін дағдыларды қалыптастырудағы білім берудің тиімді жүйесін жасауға өз үлестерін қосты. Байқау қорытындысы бойынша жеңімпаздар 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдармен, сертификаттармен марапатталды. Сонымен қатар Ақтөбе облысының кәсіподақ ұйымы байқау жеңімпаздары Мұғалжар, Хромтау, Байғанин аудандарының мұғалімдерін бағалы сыйлықтармен және мерке шипажайына жолдама берді.